Сол күні әкесі әккілігіне салып, бүгін қызыл сиырды падаға айдаудың қандай мәні барын бала көңіл түсініп, түйіп те түсіне алмады. Қайда апарамыз деп те сұрады жолға шығарда. Бұл оның тілінен шыққан соңғы сөз болды. Әзім сөзін сауалмен аяқталдады. Қазір көресің деген сүлесоқ жауап естіген еді. Бір қора сиырдың ортасында басы төрт бір шабадандай дәу қара бұқа түксиіп жүріп, бір сәтте өзі қалаған сиырдың жан басына жабыса кетті. Лездеме бұқалық міндетін атқарып болып, қара жерге шәу етінің қалған құтқанын ағызып тамызып, басын төмен салып, айналып біраз жүрді де, тағы да екі аяғын көтеріп, қалаған жамбасқа қонжая кетті. Ұйлыққан қысыр сиырлар былшық көздерін анда-санда бір жұмып қойып, бастары салбырап, кезек күткендей сыңайы бар. Bir кезде әкесі қораны сырттай қарауылдап жүрген жігітке 3 сомдықты ұстатып еді. Әлгі ағаш есікті ашып тастап, қара бұқаны сыртқа шығарды. Бұқа боз топырақты салақтаған жалпақ тілімен 1-2 жалады да, белі жіңішке қызыл қашарға тұра ұмтылды. Қызыл қашар бір тұтам белі майысса да, өзінің аналық міндетін атқарсам деп шыдап бағып, аузынан сілекейі ағып, теңселіп кетіп, тізесі бүгілмей көзін жұмып қалды. Иіліп сиырдың жамбас тұсына қараған әкесі, әдемі деп таңдайын қақты. Оның несі әдемі екенін Әзім біле алмады. Қай жері әдемі деп те сұрай алмады. Қасап әке жатырға сүңгіп кеткен қызыл біздің ертеңгі бұзау бүрсігіні торпақ тайынша екенін балаға білдіріп ашып айтпады. Сосын төмен иілген әкенің қасына келіп, Әзім де еркек пен ұрғашының жануарлық жыныс қатынасына таңғала шұқшиғанда, алдыңғы аяғы талғандай жамбастан ауыр салмақты алып түскен бұқа көздерін алартып тұра ұмтылды. Бала тұра қашты. Зілмауыр бұқа жамбастан түскенде жүйрік болып кетеді екен. Балаға жетіп қалып, үшкір мүйізін дәлдеп басын төмен сала бергенде, ол шалт бұрылып етпетінен түсті. Бұқа басын шайқап қатты сілкіді. Топыраққа аунап түскен бала мүйізге үлінбей қап, ентіккен бұқа екпінмен алға озды. Бері қарай қаш деп айқайлаған әке бәрі де қызғаныштан болғанын білді. Адамның қызғанышы жануардың қызғанышының жанында жолда қалады екен. Бұқа тектес дүлей нәпсісі қозған шақта ештеңені көрмейді. Бекер үңіліп, бекер кедергі келтірдің деген иірім ой ішіне үйілген әке бері қарай қаш дегеннен басқа әрекетке бара алмады. Үңілуді өзі бастаса да, көргенін, істегенін баланы көңіл шіркін кінәлай берді. Бала орнынан ұшып тұрып, бері қашқанда ауыр буырылған бұқа артына жетіп те қалған еді. Әкеге қарай шалт қисая бұрылғанда күпәйкесінің жеңін іліп, мақтасын бұрқыратып кетті. Баланың жан дауысы шықты, бірақ бұрынғыдай емес, бір түрлі бұрқынған, бақырған, қосылдаспаған доңыз дауысы естілді. Бір жерің ауырып қалған жоқ па? Деген әке сауалына жауап бермей, есалаң адамша ентігіп, айдалаға қарай безек қағып қаша жөнелді. Қара бұқа нәпсінің мазағын және мазасын алған екеудің дегендей әкесіне алара бір қарап, баласының соңынан тағы да тұра қуды. 3 ай сүрленген жүгерімен күн жара беріп бағып, мәйегі тамған бұқаны іске алған Бертай аяқ астынан келген 3 сом үшін бір қора сиырдың обалына қалдым-ау деп жан ұшырып бара жатқан баладан гөрі ұйлыққан бір қора сиырдың қамын ойлап, бұқаның соңынан тұра жүгірді. Бала бет алды бесіп барады. Бұқа тайраңдап соңынан тартып барады. Қолына жұп-жұмыр қарағаш іліккен бұқа бағушы айналып барып, қиялдап кеп, бұқаны қақ маңдайдан екі қойғанда, ол есін жиып алып кері бұрылды. Бақырып шақырған баланың айқайы ауаға сіңіп, өзі көз ұшында көрінбей қалды.
Маңдайына соққы тиген қара бұқа қайқылдап келіп ашық есіктен екпінмен кірген бетте өзі кепеттес жуан бел сиырдың жалпақ жамбасына жабысып түсе сала демін алмастан тағы да екі аяғының арық сиырдың артына артты. Өшін ұрғашыдан алмаққа ұмтылғандай өршеленіп өз ісіне құмбыл кірісіп сыртта тұрған жіңішке бел қашарға басын бұрып қарамады да екі асылуы керек еді. Екіншісі болмады. Атаңа нәлеттің баласай деп қақсаған әке қаңғып кеткен ұлын емес, қан базарға түсер ертеңгі ірі қараны ойлады. Ақсақал, енді 3 күннен кейін әкеліңіз, ашуы тарқамайынша сіздің сиырға асылмайды, деп бұқашы Бертай адал сөзін айтты. Баланы ендігәрі мұндай жерге ертіп келмеңіз. Атаңа нәлеттің баласай деп қызыл еттің қызығын көрген қасапшы Әбу әлі қос мүйізге бас шіпті іліп, құмары қанбай қалған қызыл қашарды сүйрей жөнелді. Тілден айырылған әзім қалш-қалш етіп дірілдеп, көз алдында басы шабадандай 4 бұрыш бұқаның бұлшық басқан әлем тапырақ қып-қызыл көзі елестеп, сиыр базға жақын моланың шетінде бүк түсіп бұғып жатыр еді. Қою түнге қалдырмай тауып алған ағайын амансың ба деген сауалға жауап бере алмаған әзімнің жүйке тамыры тартылып мұлғау болып қалғанынан бейхабар болатын. Қорыққан шығар, қайтейді дейсің деп бірін-бірі жұбатқан олар үн-түнсіз қалған баланы алдарына салып үйге алып келді. Осы күні қазақтың кең даласында бір қойшының қыстауы өртенді. Қыстау деген аты қасқырдың апанындай терең қазылып, үсті сары қамыспен жабылған қойшының жанына сая үңгір жер кепе еді. Кепенің ортасындағы маздап жанған жер ошақтан ұшқан ұшқын сары қамысқа тиіп, сарылдап жанғанда әуелі ақ қардың табан астындағы сықыры секілді естілді де, қарқын ала гулеген соң дәл бір аттылы әскер дүрсілдеп шауып келе қалғандай жаныңды тітірентті. Жеркепенің азабын айтпа. Нөсер жаңбырда түтін жапқан топырақтан су өтіп, сары қамыстың арасынан төмен саулағанда қойшының үйі кішігірім күлшікке айналатын еді. Қара қазан, 3-4 челек дөңгеленген тостақ, ерін күйдірген шай кесеге дейін қара суға шөлпілдеп төліп тұрғанда Аяжанға бәрі де қызық көрінетін. Әншейінде водовозға телміріп, ауыз суды поштадан хат күткендей аңсайтын шопан үйінде бір сәтте шөлпілдеп суға толған қазан ошақ пен ыдыс аяқ 7 жасар Аяжанның жанына қызық сезім орнатып, айналаның бәрі таңғажайып тамаша болып көзге ұратын. Кесемен тостағандағы суы нәзік саусағы дірілдеп, өзі шығарып қазан мен шелекті шешесі далаға тастағанда қу ыдыстың бәрі де келмерінен қайта толады. Жаңбыр толастамайды. Орталықтан келген парток пен бас зоотехник қызыл шөберекке бадырайып жазып керегеге іліп қойған. Ел тілегі 50 миллион деген көрнекті үгіттің сумен шайылып кеткеніне қатты өкінді. Неге абай болмадыңыздар деп қабақ шытқан парток адамға емес, ұранға қатты жаны ашыды. Таң ата жаңбыр басылды. Партоктың уаз мәшинесіне түнеп шыққан үй ішінің ең кенжесі Аяжан жөтеліп оянды. Шешесі ыстық сүтке сары май салып беріп, тамағы жіпсіп, бой жылынып, қамыс кепенің іші көңірси бастағанда күн арқан бойы көтеріліп қалғанды. Кеше бұлт артында тығылған күн бүгін бет пердесін ызалана сыпырып, шытынап шығып, жер бетінің апшысын қуарып қалады. Бір сәт жер ошақтан ұшқын тиіп тұтанған сары қамыс көкке қарай үшкір жалын үйіріп лаулай жанды. Әуелі басылар, өшердеп, қазақы көнбіс көңілмен үйде бар суды аспанға себелей шашып еді, ұшқын басылмады. Сары қамыс сатыр сүтір етіп, қашқан киіктей дірілдей жөнелді. Шіркін, кешегі суға шөлпілдей толған ыдыс аяқты бірде-бір төңкергенде мынау қызыл жалын қыржиып, басын бұғып, өз-өзінен өшермеді.
барлық қуыс астау бос тұр. Неткен қарама қарсы дүние. Бада бозда кешікті. Өрттілі сумаңдап алға ұмтылып, кепенің бір бұрышы бұрқ етіп опырылып ішке түскенде Аяжан шошып оянды. Күні бойы өшіріп аламыз деп оятпай, өзі де күркілдеп жүргенде қанып ұйықтасын деп едік. Қарашы, ол көзін ашқанда төбеде жалаңдаған қызыл жалынды көрді. Осы қызыл жалын от үстінде елес болып көз алдынан өтті. Бір тәтті иіс тәмпіш танауын қытықтады. Бұл түтіннің иісі. Қазақ үшін түтіннің иісіне тең келер еш нәрсе жоқ жер бетінде. Ол топырағының, туған жерінің иісі. Апасы мен көкесі осылай деп айтып отыратын. Ол екеуі танауын қытықтаған тәтті иіс құшағындағы тәтті ұйқыны қимады да, шашқан судан түк шықпайтынын біліп, енді оятамыз дегенде. Апа, бұл Аяжанның соңғы сөзі еді. Ол 30 жылға жуық осы сөзді айта алмай қиналып бұрқылдап, тілін тістеп, сағынып жүрді. Шар етіп оянып, көзін ашқан қызды әкесі құшағына алып шешесіне ұсынды. Ол ортасы опырылып түскен кепеден басын ұрып алмай иіле шығып, қыздың аяғын қара жерге дік еткізді. Шошынған бала бет алды безіп кетеді. Аяжан сол күні бұқа қуған әзім секілді бақырып, айтатын сөзін айта алмай, дөрекі дыбыс шығарып, бет алды қаша жөнелді. Артына қарайын десе, жалаңдап қуған өрт тілі жетіп қалғандай көрінді. Сонда да жаны ышқынып артына жалт қарап еді. Қып-қызыл от құшағындағы жер кепенің тіреуі құлап, шаңырағы ортасына түскенін көрді. Енді қайда барып тұрамыз деген балаң ой сәби санаға сұрау салғанмен, жалындаған қызыл өрт бір адамның тілін жұтып, меңіреу тұтынғиыққа тартып әкетті. Шешесі әкесіне қарайлады. Ол бір шетін өрт шалған қызыл шөберекті алып шығып, қап-қара болып күйген жерін табанымен таптап, топырақ шашып, жазуды аман есен сақтап қалды. Әнеугінгі парток, бұларың не? Сіз коммунист емессіз бе? Деп қабағын түйіп отырып, ақборды мыжғалап езіп қайтадан жазған. Ел тілегі 50 миллион деген жазу әйтеуір өшірілмей қалды. Әкесі соған қуанғандай, қызы мен әйел жаққа мойнын бұрып қарамастан шүберекті бүктеп қойнына тықты. Айналайын Аяжан, тоқташы дегенде ғана солай қарай бір қарап, өгірікті сайға қарай, екі аяғы жерге бірде тисе, бірде тимей өрекіп бара жатқан қызын көріп, әйеліне айқай салды. Ұстасайшы, қатты қорыққан ғой, таңдайын бас, мен қойға кетем. Әкесі төменге қарай жан ұшыра жүгірген қызының көке деген даусын ести алмаса да, бет алды өріп кеткен қара қойдың бір маңырайынан маңырағанын естіп, құлақ қышымды қандырсам деп асығып кетті. Қара ағдырды артқа тастап, қызыл шөберек қойнынан түсіп алып қалып жүрмесін деп ұранмен белін буды. Жалын басылып, өрттің орны қара түтін болып бықсып, көң иісімен араласып, көкке сілтідей сіңіп кетті. Аяжанды артынан қуған апасы өрт сайда иығына қолын жеткізіп ұстап алғанмен, таңдайын басайын десе, аузын ашқыза алмай әбігерге түсті. Апа демек түгілі есі ауып қалған қыз 32 тістің артына қызыл тілін жасырып, қара түтіні ирелеңдеп, көкке өрлеген жер кепе жаққа қарап, сұқ саусағын шошайтып, ымдай береді. Жер адамның көркі. Жұмыр жердің жұқанасында адам қолы тимеген нәрсе бар мекен осы? Қол аяғы сау адам біздің қоғамда тірліктен тысқары қалмайды. Соның бірі әзім. Ол мұлқау, ол колхоздың қаранары. Таң сызылып атқаннан күн қызарып батқанша қара жұмыс оны күтіп тұрады. Мың түтіні бар ауылдағы білгелі жуан бір жігіт осы. Қойшының тірлігі таусылған ба? Бойжеткен Аяжан тілсіз болса да, қара көзі судай тұнық жанарлы қыз болып өсті. Қазір әкесіне көмекші шопан. Қыздарды сыптай киіндіріп, мұздай темірге алақанын қарып, трактор тізгінін ұстату, аяқ асты ұсынып, қойшы қылу пейілген қазақтың пешенесіне жазылған бір жазу болды.